Саламатсыздар ма? Талқайық эфирінің алғашқы түсірілімі. Біздің алғашқы қонағымыз тәуелсіздіктің құрдасы жас маман және сен үшін кітабының авторы Бестенкулов Айбек Бақбергенұлы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Көп рахмет. Осы мектебіміздегі жасалып жатқан жұмыстарды насихаттау мақсатымен қолға алынып жатқан осы бағдарламаларыңыз біріншіден құтты болсын, және осы бағдарламаның алғашқы қонақ ретінде шақырғандарыңызға көп рахмет. Қош келдіңіз, рахмет көп. Енді ары қарай сұхбатымызды ортаға қарай жалғастырсақ. Бақбергенұлы, сізге көп рахмет. Тағы да келгенімізге сұрақтарымызды бастасақ, сіздің бойыңыздағы ақындық өнер бақ па, әлде бап па? Бізде тамаша сөз бар. Бап шабама, бақ шабама деген сөз бар. Сол себепті ақындық деген өнерді жалпы бақ деп қабылдауға болады. Бақпен қатар үлкен жауапкершілік деп қабылдау керек. Біз сол жүкті арқалап жүрген жандарымыз сол өнерді. Сол себепті ол жерде бап та керек, әуелі бақ, әуелі өнер керек, талант керек. Одан кейін соны шыңдау үшін, соның өсіп жетілу үшін талмай іздену керек, яғни бап керек. Рахмет сізге көп. Келесі, мамандық таңдауда сіз қателестім деп ойламайсыз ба? Мамандық таңдауда негізінде мен қателескен жоқпын, бірақ қателесіп қалдым ба деген ойлар болған арасында. Себебі менің қазіргі таңда ағылшын тіліне деген қатты қызығушылығым бар. Кей кезде ойлайтынмын, неге сол кезде бірден ағылшын тілін мамандық ретінде таңдамадым екен деп. Бірақ алайда өзіміздің ана тілімізді, қазақ тілімізге қызмет етіп жүрген ол мен үшін үлкен мақтаныш, мәртебе. Дұрыс айтасыз. Ендеше маған сіздің тағы бір қырыңызды көру үшін ағылшын тілінде бір екі сөйлем айтып жүрсеңіз. Сіз сұрақ қойыңыз, мен тырысып көрейін. Do you speak English? Yes, I speak English. Actually, English language is important thing in my life because English language is like a key which open all the door, and after that I have been learning it for 2 years. Өзіңіздің отбасыңыз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Жалпы біз отбасыда 5 баламыз, мен үйдің тұңғышымын, және тұңғыш ұлы ретінде ата-анамыздың, біздің әулетіміздің алдында көп жауапкершілікті сезінемін, және өзіміздің бар кезімізде, тірі кезімізде, мүмкіндік бар кезде ата-анама қызмет жасағым келеді. Рахмет көп. Мамандық таңдауда және жар таңдауда қателескен жоқсыз. Жар таңдау деген мәселе жалпы енді ол болашақ меншісінде. Келесі сұрақ. Енді қазіргі таңда сіз осы мектеп гимназиясында мұғалім қызметін атқарып жатырсыз. Осы мұғалім деген ұлы сөзге 3 сөзбен синоним айтсаңыз. Енді дәл солай аяқ асты табан асты айта салу оңай емес. Дей тұрғанмен бізге дейін айтылып кеткен сөздер көп. Мұғалім ол олық емес, ол ұлы қызмет. Сол ұлы қызметті жасап жүрген адамдарда жалпы ұлы жолда, ұлы күрес жолында, еңбек жолында жүр деп есептеймін. Рахмет көп. Сіз біздің эфиріміздің алғашқы қонағы болғаннан кейін, әрі сіз жас маман болғаннан кейін, бірақ осы күнге дейін алған тәжірибелеріңіз бар, кітап жарық көріп жатыр. Соның барлығын түйіп, ескеріп, біздің болашақ осы өсіп келе жатқан жас мамандарымызға айтар кеңесіңіз бар ма? Өз тарапыңыздан. Жас мамандарға жалпы жұмыс жайында, басқа қызмет жайында кеңес бере алатын уақытқа ондай дәрежеге әлде келген жоқпын. Себебі мен де сол кісілердің қатарындамын. Дегенмен менің бір қуанатыным жалпы осыған дейін де бірнеше жерде жұмыс істедік осы уақытқа дейін. Бірақ дәл осы мектепке, осы қызметке, осы жұмысқа келгеніме мен ерекше қуанамын. Себебі кішкентай болса да жасалған еңбекті бағалайтын жерде адам одан ары қарай шабыттанады екен. Одан үлкен жасасам, одан қызықты қылып жасасам дейді. Сол себепті басшылық тарапы еңбекті бағалайтын жерде мен өзім қатты қуанамын. Дұрыс айтасыз, еңбекті бағаласа, сіз өзіңіздің шығармашылықтарыңызды одан ары көбейтесіз деген сенімдеміз. Сіздің өнеріңізді бағалап жүрміз, түрлі концерттерде жүргізуші болып жатырмыз, айтысқа қатысып жатырсыз. Енді осының барлығын біз қорыта келгенде сізбен бір кішкене ойын ойнасақ. Ойын ойнағанда сізге кішкене логикалық сұрақтар қойсам, оған тез жауап берсеңіз, Қай сөз әрдайым дұрыс болып естіледі?
Иә деген сөз. Дұрыс айтасыз, дұрыс деген сөз, иә, дұрыс. Тауық өзін құспын деп айта ала ма? Айта алмайды, сөйлегенмен. Дұрыс. Бір оқушы мектепке 15 минутта жетеді, ал 3 оқушы бұл жолды қанша уақыт өтеді? Сол 15 минут. Рахмет. Ойынымыз деп айтсақ болады, шағын ғана жаңылтпаш айтайын. Айтып берейік. Шабысты ат, шалыс шаппас. Шалыс шапса, алыс шаппас. Шабысты ат шалыс шаппас, шалыс шапса алыс шаппас. Өте жақсы, керемет. Сергіп алдық. Келесі енді өзіңіздің кітабы жарық көрді. Барлықтарыңызға айтайын, тұсаукесері өтті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай үлкен шара өтті. Сол шарада біздің 30 мектептің деп айтайыншы, мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі өзінің алғашқы тұсаукесері өтті. Енді осы жерде сізге сұрақ қоярым. Міне басылымға шығайын деп жатқан кездегі сәттегі бір қызықты оқиға болды ма? Осымен шығайын деп жатыр. Ең әуелі мен айта кетейін, жалпы бұл кітаптың шығуына атсалысқан, қолдау көрсеткен, себепкер болған жақсының жақсылығын айт нұр тасысын дейді. Алматы қаласының әкімдігіне алғыс айтамын. Сонымен қатар жазушылар одағына алғыс айтамын. Сол кісілер осы ұйымдастырып, осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 30 ақынның шығармашылығына қолдау көрсетіп кітаптарын шығарып беріп жатыр. Дегенмен әрине жалпы бұл процесс біраз ұзаққа созылды. Себебі бізде өзіміздің группа болды WhatsApp'та, сол арқылы бізде әртүрлі тапсырмалар беріп отырды. Мысалы үшін поштаға осындай ақпарат жіберіңіздер, немесе осындай дүниелер жіберіңіздер деген сияқты. Сол кезде әрине көп түзетулер болды, енгізулер болды. Сондай жұмыстардың нәтижесінде жалпы тиянақты жұмыс шықты деп ойлаймын. Ал осы жерде бір бекер жібердім ау, шықпай қойса бола ма екен, бір-екі қателер бар еді, түзетіп жіберсем болар ма екен деген ой болды ма? Жалпы қателерге байланысты ондай ой болған жоқ, бірақ өлеңдерге байланысты іріктедім. Жалпы сол басуға жіберетін өлеңдер бар, жіберуге әлі де шала өлеңдер болды, бірақ соларды толығымен алып тастадым деп ойлаймын. Сүзбеден өткіздіңіз? Иә. Енді осы жерде тағы бір сұрақ туындап тұр. Жалпы осы өлең жазуда, ақындық өнеріңіз деп айтайыншы, қай жасыңыздан бастап дарыды сізге? Жалпы өлең жазу, өлең деген дүние, айтыс деген дүние менде бала кезден, жалпы мектепке бармайтын кезден, ол кезде ұяңдық болды, ішімізден ғана. Мен басқа балалар мультфильм көрсе, мен айтыс көретінмін. Сөйтіп өзімді ана айтыскер ақынның орнына қойып, мен былай айтатын едім деген сияқты оймен жүретінмін. Бірақ тамаша сөз бар, бұлақ көрсе көзін аш дейді. Мен 3-ші сынып оқып жүрген кезде біздің Света деген класс жетекші, сол кісі бізге тапсырма беріп, көктем туралы өлең жазыңдар балалар деп сыныпқа тапсырма берген кезде менің ішімдегі талантым сыртқа шықты. Сол арқылы мен өзімнің өлең жазатынымды білдім, және басқалар білді. Солай ары қарай алып кеттім өлең жазуды. Тамаша, керемет екен. Енді осы кітап жайлы айтып жатырмыз. Бір шумақ оқып берсеңіз. Жақсы. Бұл өлең қызды сыйла деп аталады. Ерте боп жасамасаң той көктемде, досым, арам ойлама бой жеткенге. Сен даланың емессің ашық асқары, қыздар емес, жайылған қойбектерде. Ол қыздың ар жағында әкесі бар, әке қызын қорлауын қате шығар. Тазалыққа ұмтылшы жүрегіңмен, 5 күндік мына жалған өте шығар. Сізге көп рахмет. Енді осымен біздің сұрақтарымызды таусылды. Осылай еркін сұхбат алмасқанымызға, осындай тәуелсіз заманда, тәуелсіз елде елім жерім деп жүрген патриоттарымыз көп болсын. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Бұл тек қана алғашқы кітап және соңғы кітабыңыз болмасын. Бұл тұлғалы ақын жазушыларымыздың артынан ерген ұлы болыңыз. Сіздерге де көп рахмет. Жаңадан бастап алып жатқан бағдарламаларыңыз өсе берсін, өркендей берсін. Менің жаңағы бұл да бір сөзіме дәлел, еңбекті бағалайды деген. Сіздер осы арқылы жас мамандардың және де басқа да ұстаздардың еңбегін жарыққа шығарасыздар, көрсетесіздер, айтасыздар. Осылай жұмыс істеуге деген құлшыныс арта береді. Рахмет. Рахмет сізге.